Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына 2 жылдың ішінде 186 миллиард теңге жиналды. Салымшылар оны 2020 жылғы қаңтардың 1-нен бастап ем-домға пайдалана алады. Ал жиналған қаржыға ел үкіметінің өзі кепіл болып отыр. Сондықтан қор өкілі қаражаттың басқа мақсатта жұмсалатыны туралы қауесетке сенбеуге шақырады. Алайда Нұрлыбек Қабдықапаров салымшылар туралы деректер күнделікті өзгеретіндіктен нақты қанша адамның атынан ақша түсіп жатқанын айта алмады. Тек олар үшін жұмыс берушілері қаржы аударатынын жеткізді. жылдан бастап бүгінгі жаңағы аударып келеткен қаржы бүгінгі Астана қаласы бойынша қателеспесем 17-19 миллиард ақша жиналып қалды қорда. Соның ішінде. Енді Нұр-Сұлтан қаласы бойынша бүгінгі күнде біз Қазақстан бойынша 3-ші орын аламыз. Жаңағы бірінші мынау Алматы қаласы, одан кейін Қарағанды облысы, біздің Нұр-Сұлтан қаласы және қорға жиналған ақша. Оның бәрі бір тиынына дейін барлығы жаңағы біздің әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізілгенде біз халыққа түгел кетеді.